Сәлем достар, біз Python тілін мини проекттер жасау арқылы үйренуді жалғастыратын боламыз. Алдыңғы видеоларда біз калькулятор жасап шыққан болатынбыз. Енді осы калькуляторды ары қарай жалғастырамыз. Біз ол видеода функцияны өттік, if-else'ге тоқталып өттік, және циклдарға шағын тоқталып өттік, тағы да сол сияқты нәрселерді айтып өттік. Енді бүгінгі видеода біз үйренеміз, switch үйренеміз. Switch біздің Python тілінде switch case деген операторымыз match case болып айтылады. Басқа тілдерде switch case болғанымен Pythonда match case. Енді сол match case үйреніп боламыз. Одан кейін класстарды үйренеміз. Базовый білімдер алып өтеміз класстар match case жайында. Уақыт қалып жатса тағы басқа нәрселер үйренетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Енді біз calculate деген функциямыз бар. Алдыңғы видеодан қалып кеткен. Егер алдыңғы видеоны қарамаған болсаңыздар, сол видеоға өтіп, осы жерге дейін келіңіздер, ары қарай жалғастыратын боламыз. Видеоға сілтемені осы видеоның астына тастап кететін боламын. Енді if sign тең плюс return оператор операнд 1 плюс операнд 2 деп біз былай қолмен есептеп отырмыз. Плюс операторын қойған кезде мына функцияны істе. Одан кейін минус болған кезде мына затты жаса деген сияқты осылай тармақтарға бөліп тастадық. Енді осы тармақтарды match case-пен жасап көрейік. Ол үшін қайтеміз. Мынау жерде тұра берсін calculate'іміз, астына екінші функция жазайық. Тура астына def calculate match деп қойса қасына бірақ. Match. Ол тура осындай параметрларды қабылдайды. И қайтарады, тура осындай типті қайтарады. Типті жазып отқан әрдайым өзімізге пайдалы. Python тілінде маңызды емес, бірақ жазып отқан өзімізге пайдалы болып келеді. Енді қазір біз не істейміз? Match дейміз. Match бірден sign'ды. Енді міне өзде ұсынып тұр, біздің иіміз тап деп қоя салайық. Міне match sign. Біздің sign өзде плюс минус көбейту бөлу ғой. Сол нәрселерді енді мынандай синтакспен жазып берді match арқылы. Біз match sign дейміз. Одан кейін осы sign, оның ішінде case деген кілт сөз бар. Бұл case дегеніміз не болады? Қазақ тіліне аударсақ, тура аударатын болсақ, жағдай деп түсінуге болады. Match деген сәйкестендіру, мынау sign дегенді. Егер осы sign'ымыз плюс жағдайында болып қалса, онда мынау затты істейді. Егер sign'ымыз минус жағдайында болып қалса, онда мынау затты жасайды. Егер sign'ымыз көбейту жағдайында болып қалса, мынаны жасайды. Бөлу жағдайында болып қалса, мынандай тексерістерге өтетін болады. Сосын case, мынау бір нәрсе, Python тілінде осы match case-ға егер барлық сәйкестендіру жағдайларынан өтпей қалатын болса, жалпы жағдайда мынандай тармақ қойып кететін боламыз. Осындай жағдайда. Нижний пробел деген жағдай. Бұл бізде төбедегі жағдайлардың бәрі орындалмаған кезде мынау жағдай орындалатын болады. Бұнда тура қазіргі жағдайында мына if-else'нің тірлігі не істейді? Тура соны мына match case жасап тұр аналог ретінде. Оны білу үшін қазір calculate match деп функциямызды өзгертіп саламыз. Сонда біз осы функцияны шақыратын боламыз қазір. И жүргізіп көрейік. Python main.py 5 4 sign бізде плюс десек 9. Ары қарай 6 4 минус 2. Көп тұрғандыра істеп тұр. 7 5 бөлу 1-де 4 істеп тұр барлығы. Дұрыс. Енді бұл жерде біз не үйрендік? Бұл if-else'ге аналог ретінде match case-ті қайтып қолданамыз. Соны үйрендік. Match case. Енді бізге бұл жалпы айырмашылығы осы ғана. Бұл match case қай кезде ыңғайлы? Бізде if-else былай бір-біріменен осындай көп жағдай, көп тұрмақтар болған кезде if-else'пен жазғаннан көрі match case-пен жазған более readable дейміз ғой, оқылуға өте көзге ыңғайлы көрінеді. Егер 1-2 ғана тармақ болса, максимум 2-3 ғана тармақ мынау сияқты, онда if-else'пен жаза берген ыңғайлы да. Ал егер 4-5 одан көбірек тармақтар болып кететін жағдайда match case-пен жазған бізге қайда ыңғайлырақ болады? Қарап отырсаңыздар, өздеріңізді салыстырсаңыздар болады міне. If-else деп былай шатастырып салыстыра бергеннен гөрі match деп бір жазып қойдық, және оқуға қалай ыңғайлы мына жерде. Енді
Біз ары қарай ыңғайлы болу үшін біз қайтеміз. Тағы да қалай бұл функциялардың атауын бұл ыңғайлы келістіруге болады. Тағы да бір амалы бізде бұлай. Def calculate и map дейсіз. Бұл да тура алдыңғылар сияқты параметрларды қабылдайды және сондай типті қайтарады. Бірақ бұл жерде уже біз мапты қолданатын боламыз. Мінекей қараңыз. Мынау өзі ұсынып тұр ғой бірден нәрсені. Бұл нәрсені түсіндіріп өте салайын. Қазір біз мына жерге бүйтейік. Calculation mapping. Мінекей бірінші calculation map деп құрастырамыз. Ол тура мынаны алып көшіре саламыз. Pythonдағы dict деген не ғой, dictionary, словарь немесе сөздік деген сияқты тип. Мына жерде өшіремізде осы calculation mapты қолданамыз. Енді мұнда не бар? Және операнд бар, мына жерде тернарный қойып жіберді. Бұл тернарныйды да қиын болып кетеді түсіну. Оны былай қылайық. Операнд бірден жеке-жеке функцияларға бөлейік былай. 4 функцияға бөлейік. Def plus бұл жерде операнд мен операнд 2 болу керек. И ол қайтару керек. Int str float. Негізі бұл str-ді қайтармайды. Қосудан басы тек қана float-ты қайтару керек. Int пен float-ты. Осылай жазамыз. Одан кейін бұл return операнд мен операнд екінің қосындысын қайтаратын функция. Бір ғана функция, оның түрлігі осы операнд мен операнд екіні қосу. Енді келесі def minus, қарап отырғандарда тура осылай жаза саламыз. Келесі def multiply, келесі def divide. Енді осы divide деген жерде ғана бізде қайтаратын типіміз сәл 3 түрлі болады. Жарайды, қазірше 3 түрлі қыла салайық. Міне, егер операнд екіміз бізде 0 болып қалса, 0-ге бөле алмаймын деген сияқты ашықпен шығарамыз, ал басқа жағдайда бөліп санды қайтарамыз. Мынау жерде бізде str қайтып тұр, мынау str типі. Ал басқа жағдайда бөлген типімізге байланысты немесе int шығады, немесе float шығады. Сол үшін осылай типтер қайтарылады. Енді бізде 4 функциямыз бар. Плюс, минус, multiply, divide деген функциялардың атауы. Енді соларды өз кезегінде мұнда қолданайық. Calculation map деген біздің маппингіміз бар ғой. Map дегеніміз словарь, сөздік. Осы сөздікте кілтке әрбір функцияны маппит етіп қоямыз, немесе меншіктеп қоямыз. Қараңыздар, плюсқа меншіктейміз плюс деген операторды сәйкесінше. Плюс деген функциямызды, точнее. Оның ішінен бірінші операнд 1-ді жібереміз, аргумент ретінде. Одан кейін екінші операнд 2-ні жібереміз. Тура солай минус үшінде бірақ аттарын өзгертетін боламыз қазір. Мына жерге минус, мына жерге multiply, мына жерге divide. Сонымен бізде қазір не бар? Calculate map деген функциямыз бар. Бұл функция өзі маппингті қолданады. Dictionary ол үлкен бір сөздік. Ішінде әрбір таңбаға сәйкесінше функциясы маппит етіліп қойған. Былай айтқанда меншіктеліп қойған уже. Плюсқа мына функция, минусқа мына функция, көбейтуге мына функция, бөлуге мына функция. Енді осы функцияларды маппит етіп қойдық. Ары қарай не істейміз? Егер осы маппингтің ішінен қазіргі сайынға байланысты функцияны іздейміз. Dictionary'дің ішінде get деген функциямыз бар. Осы get арқылы іздейміз сайын менен. Ол тапса осы плюс менен біздің осы 4 функциямыздың біреусін қайтарады, егер осындай сайын болған болса. Ал егер мына маппингтің ішінен таппаса,
мысалы плюс минус көбейту бөлуден артық бір басқа дәреже сияқты бір функцияларды сөздерді көріп қалса, онда ол таппаған үшін invalid sign деп қайтара салады. Қалыпты жағдайда по дефолту мына бір нәрселерді таппаған кезде осы invalid sign'ды қайтара салады. Енді қазір осыны тексеріп көреміз. Мына жерде уже calculate match емес, calculate map'ты қолданамыз біз. Map мінекей. И мына тоқтата саламыз да. Python main py a тең 5-ге, b тең 4-ге қосу десек, мінекей результат 9. Қазір не болды? Бізде a-ны енгіздік, b-ны енгіздік, sign'ды енгіздік, одан кейін calculate map шақырылды осы жүйесімен. Calculate map өз кезегінде міне 5-ті мұнда қойды, 4-ті мұнда қойды, sign'ға плюсті қойды дағы. Енді мына бір нәрсе жүрді. Мынау нәрсені перемене ол тұрақты, мына жерде жариялап кеттік. Жарияланған ойдан енді calculation map'тың ішінен сол жарияланған плюс таңбасы бойынша біз енгізген операцияны іздейміз. Плюс таңбасы бойынша табылады. Сөйтіп бізге плюсті орындап жібереді. Плюстің ішіне біз 4 пен 5-ті жібердік жаңағы. 4 пен 5 қосылады дағы қайтады. Ол обратно бізге мына жерге түседі. Сосын ол орындалып, результаты бізге қайтады. Енді қазір тура солай 5, 4, бірақ енді әлі бізде жоқ. Көбейтуді 2 рет жазғаннан таңба қойып қойып. Бұндай бізде таңба жоқ. Бізде тек 4 түрлі таңба бар. Бұнда не болады? Результат invalid sign. Мен көргендеріңіздей invalid sign деп шығып тұр. Бізде мынау результат деген сөз мына жерден шығып жатыр. Ал мынау result деген перемендің орнына мына жердегі қалыпты жағдайдағы invalid sign келе салды. Енді бұл жерде біз тағы не үйрендік? Біз маппингтің ішінде қалай кәдімгі сөзге функцияны мап жасауды үйрендік. Calculate map деген функцияны жаздық, оның қалай жұмыс істейтінін түсіндік. Бір калькуляторда 3 түрлі жазып шықтық қой былай айтқанда. Алдында calculate бұл қарапайым if else менен, одан кейін match case менен, одан кейін маппинг арқылы істедік. Маппингтің ішінде және 4 анау код функцияларды шақырдық былай айтқанда. Енді бұнымен ғана тоқтап қоймаймыз біз. Қазір не істейміз? Біз осыларды классқа жазсақ, класс арқылы жазып шығайық. Ол үшін біз не істейміз? Мұнда былай қыламыз. Класс calculator деп атамыз. Бұл Python тілінде класс осылай жарияланады. Класс және нерге класстың аты болады. Бағана байқағандарыңыздай функциялардың аттарын біз кішарпен бастадық қой. Негізі осылай ұсынылған Python тілінде. Функциялардың аттарын кішарпен, айнымалылардың аттарын кішарпен, ал бірақ класстың атауын үлкен әріппен. Класстың өзінің атауы үлкен әріппен болады, бірақ сол класстың экземплярын құрған кезде қайтадан ол переменный болғандықтан, айнымалы болғандықтан кіші әріппен бастаймыз. Қазір оны көрсетемін. Мұнда мінекей өзі ұсынып тұр бірден. Класс дегеніміз не? Ол класс дегеніміз белгілі бір үйді құрастыратын кезде біз қалай жасаймыз? Үйді құрастыру үшін біз оның сызбасын жазамыз. Сызбасын архитектор дейміз бе, сәулетші дейміз бе, сол кісілерге сызбасын жазғызып аламыз, тірейді. Одан кейін сол сызбаға қарап үйді құрастырамыз ғой, біз үй саламыз жаңа. Сол кезде осы жерде программированияны сонымен салыстыратын болсақ, класс бізде жаңағы макет сияқты үйдің 3D макеті. Ал үйдің өзі объект сияқты. Осы класстан құрылған объекттер ол үй сияқты. Осыны естеріңізде сақтап алыңыздар. Міне, енді класстың өзінде бізде не болады? Класстың ішінде өзінің жеке өрістері болады. Қазақша өріс деп отырған, немесе орысша поле, ағылшынша field деп айтамыз. Сол өрістері бар. Мысалы қазір өрістен бөлек оған тоқтала кетеміз. Өрістен бөлек функциялары бар. Функцияларды бірақ класстың ішіндегі функция деп атамаймыз, метод дейміз. Әдіс. Функция үшін ол класстың ішінде әдіс болып табылады. Класстың сыртында функциялар ол жеке тұрған нәрсе, ол функция. Ал класстың ішіндегі жазылған функциялар, мысалы нерде def calculate деген болып қалса, бұл уже әдіс болады, метод. Енді одан кейін тағы не бар? Dunder метод деп айтамыз. Dunder деп неге айтады? Ағылшынша double, under деген сөз бар. Double дегеніміз двойной, екі есе немесе қос деген сияқты ғой. Ал under дегеніміз нижний пробелді underscore дейміз ғой, соған under қысқартып айтылғаны. Dunder деген сол қарапайым метод осындай, тура класстың ішіндегі.
бірақ алдында артында екі андерскор жүреді былай. Дандер метод деп сөйтіп айтылады. Дандер методтың түрлері көп. Init, equals және not equals деген сияқты тағы да қосу бірдеңе деген сияқты сол методтар жазылып кеткен. Ол дандер методтары біз қолданбаймыз. Оны анау Pythonның компиляторы өзі под капотом қолданады. Өзінің сервистік заттарына компиляция істеуге, сол тексеруге сондайларға қолданады. Бірақ оларды бізде жазып қолдана берсек болады. Біздің көп қолданатынымыз және жиі қолданатынымыз ол init деген дандер метод. Бұл init дегеніміз басқа тілдерде конструктор деп айтылады. Pythonда да конструктор, бірақ конструктор осы init дандер методы арқылы жазылады. Мынау класс бар. Ол класстың ішінде осындай конструктор бар. Осы конструктор класстың экземплярын құрған кезде осы конструктор бірден шақырылады. Ол Pythonның компиляторы өзі шақырады экземпляр құрған кезде. Осы жерде біз барлық инициализациясын жасап алғанымыз дұрыс болады. Қазір сіздерге оны тағы да нақтылай түсіндіре өтемін. Қазірше біз былай жасайық. Calculate методын жасайық. Def calculate ол қазірше бізде сырттағы calculate мапты шақыра салсын. Сырттағы calculate'ді тура шақыра салады мына функциямызды. Енді мына жерде біз calculate map демейміз, уже былай қыламыз. Ең бірінші mainның ішінде бірден циклға кірместен бұрын calculator ол тең болады біздің жаңа calculatorдың экземплярын құрастырамыз. Міне. Calculator бірақ бізден күтіп тұр үш түрлі мынандай параметрларды. Класты инициализация жасаған кезде осындай параметрларды аргумент ретінде күтіп тұр. Демек біз calculatorды мына жақта шығарсақ, бізге беру керекпіз. Мына жерде істеген болмайды. Сол үшін мына циклдың ішінде жасаймыз. Әр өріс сайын бүйтеміз. Сосын мұнда былай қоямыз да A, B сайынды жібереміз. Мұнда былай жасаймыз. Операнд 1 тең A, операнд 2 тең B, одан кейін сайн тең сайн. Мұна біз қазір қалай жібердік? Біз қазір мынау кезде кварк арқылы беріп тұрмыз. Keyword arguments дегеніміз бар. Python ішінде keyword arguments солар арқылы беріп тұрмыз. Біз немесе орындар арқылы берсек те болатын еді. Positioned arguments арқылы. Біз keywordпен жіберіп тұрмыз қазір. Разницасын түсіндіремін. Int былай. Мына жерге де ұсынып тұр ғой өзгені. Сен int жіберім керек еді, string жіберіп жатсың деп. Өйткені мына бізде басақ түрде string болады. Тура мына жердегідей конвертация істеп жатырмыз int қосу үшін. Енді мұна бізде calculate mapқа біз былай жіберген осы позиционный аргумент арқылы позициялық аргументтерді беру арқылы жібердік. Бұл қалай? Calculate map өзі бізде мына функциямыз calculate map 3 параметр қабылдайды ғой. Операнд 1, операнд 2, sign деген. Сол 3 операндты қалай 3 параметрді қалай мына жерде орындар бойынша көрсеттік 1, 2, 3 деген реттілікпен. Тура сол реттілікпен мұнда беріп аргумент ретінде беріп жатырмыз 3 переменныйды. Осыны позициялық аргументтерді беру деп айтамыз. Ал енді мынау тура осылай мына жерге де жазсақ болушы еді былай. Бұл не ол? Keyword arguments арқылы бердік. Бұл жерде біз уже нақты реттілік бойынша емес, кілттері арқылы беріп жатырмыз. Бұл кілттер арқылы берудің артықшылығы не? Біз берілген парадигма емес, порядокта ауыстырсақ та бола береді. Мысалы, операнд 2-ні бірінші беріп, операнд 1-ді екінші берсек те болады. Бұлай берсек те түсіне береді логиканы. Оны көз жеткізушіден тоқтатып салып, мынаны орындасақ жүре береді ешқандай қателіксіз. Міне көргендерде қателіксіз жүре берді. Бұл бізде позициялық аргументті беруменен кілттік аргументті берудің айырмашылығы. Екеусінде өзінің қолданатын орындары бар. Қазірше біз бұған артық тоқталмаймыз. Біз сіздерге қысқаша түсіндіріп өттім. Ары қарай кейін тоқтала жатармыз алдағы уақытта. Міне тура сол сияқты мынау init дегенімізде то же самое функция ғой, бірақ класстың ішінде болғандықтан ол метод. Және ол дандер метод, double underscore'дан басталған методтар. Одан кейін бұл қарапайым функция сияқты болғандықтан ол осы аргументтерді мынандай кілтсөздермен беріп жатырмыз. Енді класстың ішіндегі әдістердің ерекшелігі қарапайым функциялардан гөрі оларда әрдайым бірінші self деген сілтеме жүреді. Бұл сілтеме осы қазіргі текущий класстың өзіне сілтеме, класстың объектісіне. Одан кейінгілер қарапайым бірінші аргумент, екінші аргумент, үшінші аргумент болып жүре береді. Ал
ең басты жаңағы нулевой аргумент ол класстың өзіне сілтеме. Осы арқылы біз класстың өзіне әрдайым доступ дейміз ғой, қол жеткізе аламыз. Міне мынау конструктордың ерекшелігі енді. Конструкторда self-ті айтқанымдай класстың өзіне қол жеткізу үшін қолданамыз. Осы жерде классқа 3 аргумент бердік. Осы 3 аргументті класстың өзіне меншіктейміз осы арқылы. Мына синтакс арқылы. Self ол бізде класстың өзіне сілтеме. Сол класстың операнд 1-не мынау операнд 1-ді меншіктейміз. Операнд X-те мынау операнд 2-ні меншіктейміз. Сайынға сайынды меншіктейміз. Енді бұл бізге не пайда береді? Бұл бізге мынандай пайда береді. Кейіндеу осы класстың ішіндегі келесі әдісте мына calculate сияқты. Осы self-қа қол жеткізе аламыз. Мынау енді класстың ішіндегі әрбір әдістерде self деген кілт сөз жүреді. С исключением кейде жағдай болды, класс метод және static метод деген екі нәрсе бар. Ол кездерде self жүрмейді, басқа нәрсе жүреді. Ал одан басқа әдістердің бәрінде self жүретін болады. Осы self арқылы біз жаңағы меншіктеген, конструктор үшін меншіктеген мынау переменналарға, осы айнымаларға қол жеткізе аламыз. Қалай қол жеткізіп тұрмыз? Self операнд 1 деп қарапайым қол жеткізе салып тұрмыз. Осыларды как позиционный аргумент арқылы calculate map деген функцияға жібердік. Соның арқасында жұмыс жасайды. Қазір тексеріп көреміз. Мынаны результат дегенді бүйтеміз енді. Мына калькулятордың ішінен шақырамыз. Калькулятор деген бізде объект бар ғой, калькулятор деген класс арқылы құрылған объектіміз міне мынау переменный кіші әріппен жазылған. Осының ішінде енді calculate деген метод бар. Calculate. Ол бізде қабылдап тұр, ештеңені қабылдамайды. Аргумент керек емес оған. Мынау self дегеніміз ол сілтеме, оны аргументті түсінуге болмайды негізі. Ол өйткені по дефолту өз класстың ішіндегі әдістер бірінші жүреді. Мына жақта оны бере алмаймыз. Бұл жерде ол self көрсеткенмен оның ішіне аргументерді бермейміз ешқандай. Ештеңе көрсетпесек, осылай дұрыс болады. Ал егер мұнда бір параметр болған кезде, жаңағыдай, мысалы, A деген сияқты параметр болып қалса, S деген сияқты. Мына жерде сол S-ті көрсетуіміз керек еді. A-ны рисовать. S-тің орнына мысалы A-ны бере салсақ болады. Мінекей көріп тұрғандағыдай. Мынау S деген параметрдің орнына A-ны аргумент ретінде жібердік. Жібермесек, уже ұрсып тұр, сарғы айтып, міне ескеріп тұр бізге. Параметр S деген бар еді, соны көрсетпей кеттің деп тұр. Бұл сол. Енді былай жасадық, біз не өзгерттік? Уже класс құрастырып жатырмыз. Осы класстан кейін, осы класстың экземплярының методын шақырып жатырмыз, calculate деген. Жүргіземіз. Бәрі баяғыша. Тура солай істеп тұр. Міне 9. Ештеңе сынған жоқ, бәрі жұмыс жасап тұр. Бұл жерде біз уже класстың қолданысын үйрендік. Енді бұл класспен не істейміз біз? Қазірше бізге дұрыс болады қалай? Мына жаңағы плюс, минус, multiply деген мыналар бар ғой. Бұлар бөлек функция болғаны дұрыс емес. Бұлар негізі логика бойынша дұрысы калькулятор деген класс болғандықтан калькуляторға жауап береді ғой, есептеудің логикасына. Осының ішінде сол методтар болғаны дұрыс. Біз ары қарай жалғастырамыз. Не істейміз? Біз қазір класстың өзіне болу керек методтар жазамыз. Класс. Ең бірінші. Бұл класс не істейді? Бұл бізде операнд 1 мен операнд 2-ні қосып қайтарады. Сырттағы логикасы да бірақ енді метод түрінде жазып тұрмыз ғой. Тура солай multiply, тура солай divide. Бұл divide-тің ішінде тексеріс болу керек еще. Мынандай. Divide. Осы divide-тің ішінде тексеріс болу керек. Енді біз барлығын бұрынғы қалпынша жазып алдық, тек класстың ішінде. Мынау жерде бізде ұрыс шығарып тұр енді. Өйткені біз мынаяқтағы методтың бәрін алып тастадық қой. Calculate map'тың ішінде. Сондықтан бұны өшіре салсақ болады енді. Қазір өшіре салайын. Ұрыспау үшін. Сосын мынау жерде класстың ішінде не істейміз? Calculate map демейміз. Calculate map'тың орнына біз мынау жерде сол match case'ті қоймаймыз. Calculate map'тың ішіндегі мынаны алып алайық. Мынаны осы класстың ішіне бірден салып жіберейік. Self нүкте calculate нүкте map тең
мына жерден артық жазып өттім. Бұлай қыламыз. Осылай. Және мынау plus деген нәрсе әлі анықталмаған. Сондықтан бұны self plus дейміз уже. Бұл жерде оперант 1 мен оперант 2 деген қабылданбайды, өйткені ол аргумент қабылдамайды ешқандай. Мына жерге self plus сияқты self minus, self multiply, self divide шақыра саламыз. Мінекей. Олай біз не істедік? Кластың инициализация барысында керекті аргументтерімізді қойдық, және тұрақты calculate map деген маппингті жасап қойдық біз кластың ішінде. Қолжетімді болатындай. Енді мына жерде calculate map шақырмаймыз біз. Calculate map сыртта жатқан. Бұл дұрыс емес. Бұл бізге керек емес функция ғой. Бұл жерде осы self calculate map шақырамыз. Self calculate map. Бірақ бұның ішіне біз get дейміз. Нүкте get self sign. Ал егер ондай таңба табылмаған болса, қалыпты жағдайдағы sign is not found. Осылай жасадық. Енді қазір жүргізіп көрейік. Calculate. Дұрыс жұмыс істеуі керек. 5, 4, плюс. Қателік шықты. Method object has no attribute map. Мұнда біз calculate дегеннің мына жерге calculate және map деп артық жазып қойыппыз. Calculate map деп мұнда нүкте арқылы емес, нижний пробел арқылы жазамыз. Сонда дұрыс болады. Жаңа қателік кетіп қапты. Осылай жазу керек. Енді 5, 4 плюс. Результат 9 шығып тұр. Бәрі нөл болған кезде ашыққа шығып тұр міне. Мына өйткені біз бос орында интқа түрлендіре алмаймыз деп ашыққа шығып тұр ғой бізде. Бұл дұрыс поведениесі. Сонымен бүгінгі видеода біз не үйрендік? Бүгінгі видеода біз қарапайым калькуляторда бірнеше әдіспен жазып үйрендік. Олардың ішінде ең бірінші қарапайым if else арқылы, ол өткен сабақтан, одан кейін match case арқылы, одан кейін mapping арқылы жаздық, және одан кейін кластың ішіне жаздық. Калькулятордың өзін жеке класс қылып, өзінің логикасын бір кластың ішіне кірістіріп қойдық. Осылайша біз көп нәрсеге тоқталдық. Кластың ішіндегі әдістерге және өрістерге, сосын дандар метод конструкторға тоқталдық. Және де статик метод пен класс метод жайлы айтып өттім просто, бірақ оларды жайлы толық көрсеткен жоқпын сіздерге. Алдағы уақытта соларды көрсететін боламын. Бізбен бірге болыңыздар, сіздермен бірге болған Райхул Саят. Бұл ақылды код каналы. Тек ақылды код жазыңыздар.